Достар, соңғы рет балаларыңызбен бірге қандай әрекет жасадыңыздар? Бірлесіп жасаған жұмыстарыңыз бар ма? Мәселен, мен өзімнің балалармен бірге отырып құмда сурет салуды, бірге кітап оқып, сол оқыған кітапты талқылауда әдетке айналдырдым. Бұл әдет баламен қарым-қатынасты нығайтуға үлкен септігін тигізіп келеді. Соңғы уақытта өздеріңіз білесіздер, өтпелі кезеңдегі балалармен тіл табысу көп ата-ана үшін үлкен қиындықтар туғызып жатқан жасырын емес. Бұл тақырып көп балалы ана ретінде мені де толғандырғаны рас. Бұл мәселені мен де зерделедім, жан-жақты қарай келе, ата-ана үшін ең керемет көмекші құралды таптым. Қазір сіздерге сол көмекші құралды ұсынатын боламын. Көптеген ата-аналар балаларын әртүрлі курстарға берсем болды, өздерін жақсы тұлға ретінде қалыптастыра алады деген шолақ пікірмен қалып қойған. Алайда ол курстар баланың рухани болмысын ашпайды. Рухани болмысы оянбаған бала ата-анамен конфликтіге көп келіп жатады. Сондай сәттерде балалықтан даналыққа кітабы сізге көмекке келе алады. Одан кейін Герри Чальман, яғни адамдар арасында қарым-қатынас мәселесі бойынша әлемге танымал кеңесші, философия докторы, жасөспірімдермен тіл табысудың 5 тәсілі кітабын жазып шыққан. Осы кітапты оқи отырып, жасөспірім балаңызбен қарым-қатынасты қалай нығайтуға болады, өзіңіздің ішкі сезіміңізді балаңызға қалай білдіресіз, балаңыздың махаббатын қалай анықтай аласыз, қалауын қалай біле аласыз. Міне, осы кітап сізге сол мәселелердің барлығын анықтауға, қарым-қатынасыңызды нығайтуға жақсы көмекші құрал бола алады. Сондықтан балаңызбен, өзіңізге жат болып бара жатқан балаңызбен жақсы тіл табысқыңыз келсе, осы кітаптарды міндетті түрде оқып шығыңыз.